Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 8 тарауының 5 параграфын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақтың дастарханы. Бізде бірінші тапсырмада айтылыпты, мәтінді оқып стильдік ерекшелігіне мән беріңдер депті. Бізге сіздер өздеріңіз мәтінді бір оқып шығыңыздар. Мен мына жерде уақытты құр кетіріп оқығанша астындағы сұрақтарына тез жауап беріп кетейін. Бізде бірінші сұрақта айтылыпты, дәм таттырудың қандай мәні маңызы бар. Ал екінші сұрақта ғасырлар бойы санаға сіңген салт дегенді қалай түсінесіңдер депті. Бірінші сұрақтың жауабына жазамыз. Дәм таттырудың мәні маңызы. Дәм таттыру қазақ халқының қонақжайлық дәстүрінің маңызды бөлігі. Бұл дәстүр қонаққа деген құрметті, адамдар арасындағы сыйластықты көрсетеді. Қазақтар дастархан басында бірге отырып тамақ ішуді ортақтасудың, бірліктің, татулықтың белгісі деп санайды. Сонымен қатар үй иесінің мейірімділігі мен жомарттығын білдіреді. Дәмнен бас тарту әдепсіздік болып есептеледі. Өйткені бірге дәм татқан адам жақын деген түсінік қалыптасқан. Ал екінші сұрақтың жауабы. Бұл сөз тіркесі қазақ халқының ұлттық дәстүрлерінің өте ертеден келе жатқанын және ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқанын білдіреді. Яғни дәм таттыру сияқты салт дәстүрлер ата-бабаларымыздан қалған құнды мұра болып саналады. Бұл дәстүрлер адамдардың санасына бала кезінен сіңіп, өмір бойы сақталады және ұрпаққа беріледі. Екінші тапсырма. Артық болмас білгенің мәтінін негізге алып, қонақасы сыбаға дәстүрлеріне анықтама беріңдер. Қонақасы қазақ халқының қонақжайлық дәстүрінің бірі. Қонақ келген үй иесі оған арнайы ас дайындап қонақасы береді. Бұл дәстүр қонаққа деген құрметтің белгісі. Қазақта қонақ келсе құт келеді деген нақыл бар. Сондықтан қонақты риза қылып шығарып салу үй иесінің міндеті. Қонақасыға көбінесе ет асып, ұлттық тағамдар ұсынылады. Сыбаға ауылда ағайын-туыс арасында сақталған дәстүр. Белгілі бір адамға арнайы сақталған ас сыбаға деп аталады. Көбінесе алыс сапардан келген туыстарға, құдаларға немесе құрметті кісілерге арнайы ет сақталып қойылады. Бұл дәстүр қазақ халқының сыйластық пен ынтымаққа негізделгенін көрсетеді. Бұл дәстүрлер ғасырлар бойы сақталып, қазақ халқының ұлттық болмысының ажырамас бөлігіне айналған. Үшінші тапсырма деңгейлік тапсырма екен. Бірінші деңгей мәтіндердегі ақпаратты негізге алып, мақсат түзеулерімен 4 сөйлем жазыңдар. Қазақтар асты дәм деп атайды. Сондықтан үйінен дәм татып едік деген сөз қолданылады. Дәм таттыру қазақтың қонақжайлылық дәстүрінің бір бөлігі. Үй иесі келген қонағына арнайы дәм ұсынуы тиіс. Дәмнен бас тарту үлкен әдепсіздік белгісі болып саналады. Екінші деңгей мәтіндердегі негізгі ойды білдіретін мақал-мәтелдер тауып жазып, мағынасын түсіндіріңдер. Мәтіндегі негізгі ой қазақ халқының дастарханға, асқа деген құрметі және қонақжайлылық дәстүрі. Қазақтар асты дәм деп атап, оны ерекше бағалайды. Үй иесі келген қонағына арнайы дәм ұсынып, құрмет көрсетеді. Бұл дәстүр адамдар арасындағы сыйластықты нығайтып, қонақжайлықтың жоғары үлгісі болып табылады. Үшінші деңгей қазақтың дастарханы тақырыбында ой толғау жазыңдар. Қазақтар асты дәм деп атайды. Халық арасында біреуді еске алғанда дәмдес болып едік, үйінен дәм татып едік деп ренжігенде, өкпелегенде дәм тұзым атсын, дәм тұзымыз жараспады дейді. Бұл сөздердің ұлт тұрмысында, өмір жолында, таным түсінігінде, наным сенімінде өзіндік дара орны бар. Өйткені әр қазақ өздерінің жақын жуығы мен ілік жекжаттарына ғана емес, ел сыйлаған белгілі, құрметті азаматтарға, кірпіш шаққандарға, ана әжелерге өз үйінен арнайы дәм татқызу үлкен мұрат, адамдық парыз деп санаған және оны жоғары жауапкершілікпен атқарған. Төртінші тапсырма
Жағдаяттық тапсырманы орындаңдар. Үйде үлкендер жоқта аяқ астынан алыстан қонақтар келді делік. Қонақтарды қалай қарсы алып, қалай күтесіңдер? Егер үйде үлкендер жоқта қонақтар келсе, оларды жылы жүзбен күлімдеп қарсы аламын. Алдымен төрге шығарып, жайлы орын ұсынамын. Дереу шай қойып, бар дәмді тағамдарды дастарханға қоямын. Үйде бар жеңіл тамақтарды дайындап, қонақтардың көңілін көтеруге тырысамын. Әдептілік сақтап, сыпайы сөйлесемін. Қонақтарға жылы сөз айтып, оларға үйде өздерін жайлы сезінуге көмектесемін. Қазақ халқы қонақ келсе құт келді деп айтады. Сондықтан қонақ күту үлкен дәстүр. Үлкендер үйге келген соң оларға қонақтар туралы айтып жасаған іс-әрекетімді түсіндіремін. 5-ші тапсырма. Дастарханға берілетін бата түрлерін жазып жаттап алыңдар. Ас батасы. Берекелі дастарханыңыз бай болсын, ұсынған асыңыз май болсын, қонағыңыз риза болсын, Құдай берген несібеңіз арта берсін. Қонаққа берілетін бата. Үйіңізден ырыс кетпесін, дастарханыңыз кенелсін, берекеңіз тасып, байлығыңыз ассын. Жастарға берілетін бата. Ақжол тілеп келдік, бақыт байлық бердік, істерің оңғарылсын, жұлдызың жарқырай берсін. Осымен видеом аяқталды, сау болыңыздар.